Әрбіреуінде бармайтын. Бірінші сөйлемді бізде Мираш баста ал. Оқы бірінші сөйлем. Даусын шығар. Жоқ, сөйлемді оқымайтындегі. Bir hafta beri aslında bir mümkün bulut olmayın katı ısıp ketken еді. Жақсы. Бұл сөйлемде не туралы айтылған? Күн ысып. Иә. Күн ысып. Жоқ, айтыңдар. Күн ысып кетті деген. Неше күн күн ысып кетті? Bir hafta күн ыстық екен. Ары қарай Алина оқуға келесі сөйлем. Бүгін таңертеңнен бері аспанда ала бұлттар пайда болды. Ал бұл сөйлемде не туралы? Назым айтсыншы, Назым. Айғыламаймын. Сендер айғылап айтасың. Таңертең. Жоқ, не туралы оқыды, Алина? Не туралы оқыды? Таңертең. Иә, таңертең. Таңертең. Не болыпты таңертең? Таңертең. Иә. Айта ғой. Алина, қай өзің айта қойшы? Көмектесші. Таңертең не болды? Таңертең сен оқыма. Таңертең аспанда бұлттар пайда болды. Арайлым кеттік. Үшінші сөйлемді оқы. Олар бірте қоюлана түсті. Ал бұл сөйлемде не туралы айтылған? Не қойылғанда түсті? Не қойылғанда? Болды лазым, өте жақсы. Бұлттар қойылғанда түсті. Нұртілек, келесі сөйлем. Нұртілек қарамай өтсін. Арты. Артынан жаңбыр нөсерлете қойып берді. Жақсы. Ал бұл сөйлемде? Нөсерлете дегенді қалай түсінесіңдер? Қалай қойды? Айғыламаймыз. Қолдарын қайда? Қолдарын. Ал, айтшы. Қатты қойған. Қатты қойды. Жақсы, жарайды. Ары қарай кеттік. Нұртілек, Нұрсұлтан оқы. Сонда бұл қандай пайда болды? Қандай пайда болды? Жаңбыр Тұратыр. сонша. Бір сөйлем ғана оқы дедіңсің. Оқы сөйлем оқы. Оқы сөйлем деді. Сонда бұл қайдан пайда болды? Сен қандай сұрақ қойдысың бізге? Бұл Қайдан пайда болды? Біз сұраулы сөйлемді қалай оқимыз? Иә, жауап алу арқылы біз сұраулы сөйлемді дұрыс оқимыз. Қане дауыс ырғағына салып, дұрыстап тұрып оқы. Аялым тұра тұр. Сонда бұл қайдан пайда болды? Өте жақсы. Ал енді осы сұрақтың жауабын ары қарай іздейік. Келесі. Кім бізде оқыған жоқ? Жоқ, Назым оқысын. Назым қарап отыр. Жаңбыр неге сонша қатты жауды? Бұл да қандай сөйлем? Жаңбыр сұраулы сөйлем. Ал оны қалай оқимыз? Жаңбыр неге сонша қатты жауды? Жауды, жарайды, жақсы. Бұл сұраққа біз тағы да ары қарай оқимыз, сосын жауап аламыз, е? Жақсы, кеттік ары қарай. Келесі. Аяулым оқы. Күннің қосуынан жер бетіндегі сулардың беті буға айналады. Ал, бұл сөйлемде не туралы? Тұратыр, шуламаңдар, аяулым өзі жауап берсін. Күннің жер бетіндегі сулардың беті буға айналады. Иә, жаңағы неге байланысты олар буға айналды? Не болды олардың? Су. Неге су буға айналып кетті?
Өйткені қандай? Қатысты болды. Жақсы Мирас. Ары қарай кеттік. Айдана оқи ғой. Өзі оқи. Аяуланген Bu түрін dede su tüşüklerden bir-birімен қосылып дұрыс оқы. Болады. Жақсы. Бұл сөйлемде не туралы? Не дейді? Судың несі? Түйіршіктері неге айналады екен? Бұға айналып қайда? Ары қарай кеттік. Мирас. Бұл жақсы. Сонымен не болыпты? Су түйіршіктері не істей береді? Ауылға береді. Жақсы, Алина. Олар әбден ауылға қайтадан жерге толмайды. Ал, ары қарай не болыпты сонымен? Нұртілек, қане көмектес? Сабаққа кіріс. Не болды? Олар ауылда Айдана, Сулама, қане, Айдана айта ғой. олар жерден суға түседі. Олар қайта су болып бізге түседі. Қандай су болады? Бұлттан қандай су болып түседі? Тамшы, жаңбыр сияқты, жақсы. Сонымен, соң сөйлемді оқы. Тез, қазір. Жерге Міне. Неге қарамайсың? Міне. жаңбыр дегеніміз осы. Жақсы. Енді бері қарағанымыз. Мына жерде сендерде жазылып тұр. Оқушының аты жөні. Сол жерге ат жөндерін жаза қойды. Тегін, сосын Сөмкеде қалды. қаламыңды ала қой. Ала қой. Тез, қане. Жаздым апай. Ат жөндерін жазып, енді бұл мәтінді қалай атар едіңдер? Тез, қане, тақырып қоя қойыңдар. Өзің аяулым, әрбіреу жеке-жеке жұмыс істейді. Тезірек, Нұртілек отыр тез. Сен не іздеп жатсың? Алина, отыр ал. Ал тез жазамыз. Ат жөндерін жаза қойыңдар. Назым, өзің неңе қара. Тақырыбын қалай атар едіңдер? Бұл мәтіннің тақырыбын не туралы? Алина, бұл. Үндеме аяулым. Мирас, бұл тез. Ары қарай кеттік. Қойдыңдар ма? Тақырыбын қойдыңдар ма? Қалай атар едіңдер? Бұл. Жақсы. Енді қазір біз сендермен осы мәтін бойынша не істейміз? Сұрақтар құрастырамыз. Ал қандай сұрақ құрастыруға болады? Өздерің құрастырыңдаршы. 2 сұрақ. Мәтін бойынша 2 сұрақ құрастыр. Өзің құрастыр, жаза қой сұрағыңды. 2. Нұртілек жаз. Мен апай тақырыбын қойдым. Жарай тақырыбын қойдым. Жаз мына жерге қалай атар едің бұл мәтінді? Жаңа оқыған мәтінді. Не туралы оқыды? Енді жаз солай жаңбыр де. Сен қалай атар едің? Жоқ, тақырыбын қой бірінші. Мәтін не туралы? Қараңдар.
мәтін не туралы оқылды? Мәтінде не туралы? Сұрақ емес. Тақырыбын қоясың, тақырыбын. Қойдың. Енді сұрақтар құрастыра қойдың. Сұрақты міне астына құрастырасың. Сұраңдар. Мен сосын сендердің сұрақтарыңа жауап беремін. Қойдың, енді сұрағыңды құрастыр, тез. Сұрақтарыңды құрастырыңдар. Назым, өзіңнің сұрағыңды. Мәтіндегі сұрақтар бар дайын. Шуламайыңыз. Болды, құрастыр. Тақырыбын қой деймін. Тақырыбын қалай бұл мәтінді атап едің? Мәтін не туралы? Не туралы мәтін? Тез конечно. Бір сұрақ құрастырыңдаршы, бір-ақ сұрақ. Жарайды, сенде 2 сұрақ болады. Жарайды, 2 сұрақ. Кім? Назым, сұрақ құрастыра ғой, тез. Иә, сұрақ құрастырыңдар. Сұраңдар менен. Не туралы сұрайсыңдар? Сосын мен сендердің сұрақтарына жауап беремін. Болдыңдар ма? Бір сұрақ қана құрастыра қойыңдар. Құрастырыңдар? Иә. Дұрыс. Болды. Қане, сен болдың ба? Жақсы. Құрастырдың. Құрастырдың ба? Қане, Назым құрастырдың ба? Алина құрастырдың ба? Мирас, тез құрастыр. Болды. Енді бері қараймыз. Бірінші Мирас оқи ғой, тез сұрағыңды. Жарайды, Мирас емес, Алина оқы сұрағыңды, тез. Неге жаңбыр көп жауады? Енді сұраққа жауап беріңдер. Неге жаңбыр көп жауады? Өйткені бір... Не болды? Қолдарың. Ал, Айдана. Күннің көзі болды, жақсы. Ары қарай кеттік. Келесі, Нұртілек, сенің сұрағың. Неге жаңбыр жауды? Ал, неге жаңбыр жауды? Арайлым, айта ғой. Неге жаңбыр жауды? Жарайды, енді бола бересің, бірдей болады ғой. Ал, неге жаңбыр жауды? Күн ыстық болды. Жарайды, кеттік. Келесі, кімді көз көші сұрақ? Ал, аяулым айтшы сен, екінші сұрағыңды оқы. Неге жаңбыр ауырлайды? Неге жаңбыр ауырлайды дейді? Ал, неге? Өйткені не болды? Өйткені судан судың түйіршіктері не болды? Жарайды, ары қарай кеттік. Ол қайда пайда болды? Ол қайдан пайда болды? Жаңағы сұраққа біз жауап бердік, е? Келесі кімде тағы? Нұрсұлтан, сен көзгірші сұрағың бар ма? Жаңбыр неге қатты жауды? Ал неге қатты жауды, оны жауап бердік, е, біз жаңа? Сонымен, енді қазір топтық жұмыс. Бірінші топ, екінші топ. Ортаға шыға қойыңдар, тез-тез. Осымен сол суреттерді тез-тез. Біреуін ұстап тұрыңдар. Біреуін жапсыра беріңдер, тез-тез. Жаңағы мәтін бойынша. Отырыңдар. Бірінші топ, отырыңдар. Болды. Нұрсұлтан, тұра берсін енді өзгермейді ол. Тез-тез жапсырыңдар. Мынау кімдікі? Жапсырыңдар тез-тез. Иә. Ал, бері қараймыз. Тез-тез. Болыңдар тез. Жақсы, енді бері қараймыз. Тез-тез. Бірінші топ. Қараңдар. Мәтін бойынша, мәтіннің мазмұны бойынша суреттерін сәйкес келе ме? Тез айтыңдар. Сәйкес келе ме? Күннің көзін жауып тұр ма? Жоқ. Екінші